Короче, достар, бүгін бізде гидроды өзіміздің қаншаншасы, 4-ші ма? Короче, қандай сөйлесеген кәтс екенін білмеймін. Похуй болып отыр ғой, короче. Вот, бұл енді яраммен, қасын нормальный болма, похуй. Екі түрлі болған сияқты, мына кішкентай, алды бірден кейін ана не өткен. Осындай әдетім бар, яраммен қасымға тұр. Похуй. Короче, келесі бізде кірпігімізді қайырамыз. Біреулер аузын ашып қайырады, мен аузын ашпаймын. Вот бір қайырғанда мен осындай шығады, бірақ мен 2 рет қайырамын. Қайтты ұшағымда сәл. Похуй. Вот, 2 рет қайырсам мен көзімді. Осы достар, қазірде оғатқан бөпелердің кірпіктері ұзын болады. Негізі менде кірпігім ұзын болатын еді, қазір просто кішкентайымда кесіп тастағанмын мен. Неге екенін білмеймін, просто так қызық көрдім кесуге. Орын бәрін достар, ютубтан көрген ғой, ана ютуб деген бәледен. Короче, ютубты өзімге түсірем ғой, бірақ. Короче, менде ана ютубтан шығады, кірпіктерімді кессеңдер десе өсет деген видео шығады алдынан. Сосын мен оған сеніп, үйде ешкім жоқ кезде кесіп алғам. Вот, 8-де мені әжім ұрысқан. Неге кесетін, ана кірпігім ұрыспайды ғой деп ше. Сосын мен жылағам, анашыма барғам, анашым. Короче, анашым көндіріп отқан кезде әжем айтады ғой, көбейті кесесін бәрін айтып берсең 50 мың сом берем деген, соның не екенін білесіңдер ме өтсеңдер. О, 50 теңге, нақта 2000 теңге болады ғой. Короче, 2000 теңге берем деген. Достар, мына кірпігім тұта дұрыс шықпайды. Мына бір частың өзі кірпік қайырумен өтіп кетті ғой. Вот та кірпігімді қайырып алдық. Енді достар, бізде осы помадан атын білмеймін, осын жағым көреді. Вот осылай жағып алдым, енді бізде тұш жағымыз. Біздің тұшымыз осы. Короче, осын жағып. Осы бізде осындай тұш үлкен. Вот так достар, бізде осымен макияж аяқталды. Всем пока,